Нұреке! Ассалаумағалейкем, Нұреке! Қалай жағдай? Жақсы, жақсы. Біраз болды ғой көрмегелі. Иә, біраз болды. Қалай жағдай қалай? Жұмыс қалай? Жақсы, жақсы болады. Енді мынау жұмысым сәл жүрмей жатыр ше. Неге? Кафе шығам ғой. Сол жүргізе алмай жатырмын да. Анда клиент жоқ. Ой, Нұреке, қазір деген, кафе деген, саудасы деген өтіп тұрған кез емес па? Сол жүргізе алмай жатырмын бар ғой. Оған жарнама керек қой, реклама керек қой. Жасадым ғой жарнаманы. Ой, ашылу салтанатын жасап, қыруар ақшаларды құйып, жұлдыздарды шақырып, одан кейін болмағаннан кейін блогерлер шақырды. Осылар ғой? Менмін деген блогерлер келді ғой. Одан кейін ол болмады. Білесің ғой, мен аямай ақша сағаным бар ғой. Ең соңғы үлгіде шыққан ыдыстарды алып келдім ол кафеге мен. Жүргізе алмай жатырмын бар ғой. Дұрыс болмапты, дұрыс демепсің, Нұреке. Ұрыныпсың ғой. Қазір жарнаманы кім жасайтын білесің ба? Кім жасайды? Гаишниктер. Гаишниктер? Иә. Иә. Мысалы қараш, бір спец машинамен 2-3 гай шақырсаң, сол жерден бір тегін тамақ беріп жіберсең, сонымен жұрттың бәрі көреді тағыны. Мә гайлер бана жерден тамақ ішіп жатыр екен дейді тағыны. Бәрі сүйін кафеңе ағылады ғой кәдімгідей. Шынымен ба? Өзіміз де сондаймыз ғой. Гайлер қай жерден тамақ ішеді, сол жерді аңдып, өзіміз де сол жерден ішкіміз келеді ғой. Нұреке, гайшіліктер бар ғой, қай жерде тәтті тамақ бар екен біледі ғой олар. Біледі. Мынау мойын шынымен, Шынымен. Гайлер шақырайын мен де. Таныс гайшіліктерің бар ма? Бар ғой. Шақырсай соларды. Көршім бар ғой, көршім гайшілік қой. Звондасай. Болды. Алло. Бақа, братан, ассалаумалейкум. Көрші, ана сотрудниктеріңді әкеліп бір, менің ана ашылған кафемнен тамақ ішіп кетші. Анандай бір 5-6 спец машинаны әкеп қойшы алдына. Зато тегін тамақ ішесіңдер ғой. Болды онда. Болды, кафеде күтем онда. Давай. Жақсы, мен кафеге барайын. Болды, сауда деген ұрат, давай.